сандар арқылы санап табамыз. Яғни мынау бірінші перне, мынау екінші перне, мынау үшінші перне, 4-5 осылай сандарды ретімен санап домбыраны үйрене аламыз. Яғни жақсы адамдар мән үйретейін. Мысалы 2 санды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мысалы үстінен 5-ші перне, астынан 7-ші пернені басамыз. Сосын 5 қағыз қағамыз төменнен бастап. 5 қағыз, сосын тағы бір қағыз төменге. Сосын астынан 8-ші перне, сосын 5 пен 7, 5 пен 5, сосын 5 пен 3. Осылай әр жерден сандар санап табамыз. 5 пен 5, 5 пен 3. Міне дәл осындай көрдіңіздер ма? Тек санаймыз. 1, 2, 3. Сонда жақсы әуен шығады. Міне осылай домбыраны үйреніп алыңыздар. Тағы да каналымда видеолар бар. Домбыраны қалай сандар арқылы тарту керек жөнінде.